Саламатсыздар ма? Бүгін мен тәтті тоқаш немесе булочка пісіргелі жатырмын. Булочка керек заттар: ұн, 2 жұмыртқа, міне маргарин, 4 ас қасық қант, ашытқы, менде құрғақ ашытқы, сонымен қатар тұз. Енді ортасына сүзбе саламыз, яғни творог. Міне мен маргаринімді бүйтіп ұсақтап турап аламын. Тез еру үшін. Енді оны газға да ерітуге болады. Мен микроволновкаға қазір ерітем. Қатты ысытудың қажеті жоқ, жалпы тек қана ерітіп алу керек. Екеңіздер 2 жұмыртқаны салып. Дайындадым. Енді 4 ас қасықпен қант салам. 1, 2, 3, міне 4 ас қасық қант салам. Алдым. Енді чай қасықтың ұшымен мен мынандай тұз салам. Жақсылап араластырамын. Енді міне мен су дайындап қойдым. Жалпы судың орнына сүт болғаны өте жақсы. Менде бүгін сүт азырақ, сондықтан орнына жылы су. Су болса да ештеңе алмайды. Міне суымызды құйдым. Енді міне бір пачка жаңағы ашытқымызды саламыз. Менде құрғақ ашытқы. Қанша грамм дейді? Мен граммен ешқашан жасаған емес. Мынаның ішінде бір 11 граммдай қойды. Мен бәрін салам. Жақсылап араластырып аламыз. Міне жаңа ерітіп қойған майымды қойдым. Мен сіздерге көрсеттім. Менде маргарин, облегченный дейді, жеңіл маргарин, жаңа майлығы аз. Майымыз салды, ашытқымыз салды, қантымыз, тұзымыз, суымыз бәрі құйылып, жаңа бәрі дайын тұр. Енді ұнымызды саламыз қазір. Мен ұнды өлшемеймін. Қасықпен араластырып алдым, мынандай қою болғанша. Енді мынандай ыдысымызға, жаңағы майымызды еріткен ыдысымызға кішкене сұйық май құйып алып, қолымызды кішкене малып, сонда қолымызға жабыспайды әрине. Жаңағы нанымызды ары қарата елейміз. Егер де ұнымыз азырақ болатын болса, енді ұнды кішкене салымызға болады. Жалпы ұнды елеуіштен өткізген дұрыс. Шетінен аз-аздан салып отырып араластырасыз. Қатты болмау керек. Тәтті тоқаштың наны қатты болмау керек. Өте жұмсақ болса, сонда үлбілде жақсы пісетін болады. Не, қараңыздар, қандай нанымыз әдемі үйленді. Енді міне нанымыз ашып жатқан кезде жаңағы сүзбемізді, яғни творогымызды дайындап қоямыз. Мен мынандай жаңағы творог сүзбеміздің жалпы ұсақ майдасын алдым. Творогымызды салып алдық. Енді қант салам. Енді қант мынанша қасық деп айтудың қажеті жоқ. Нанымыз жақсы көтерілді. Енді қолымды сумайға, тағы да бетіп қолымызды сумаймен майлап аламыз да, жаңағы нанымызды түсіреміз. Нан осындай жұмсақ болу керек.